Сәлем жүргізу көндірім сөйлеуі және біз істейміз. Бізде білген Сәкен Сейфуллин тар жол тайғақ кешу. Бізде 30-шы бөлім. Біз әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бізде атаман Анненковтың азап вагонында вагонамах смерти атамана Анненкова. Азап вагонындағы халді айтудан бұрын Қызылжар қаласының тұтқындарды қамайтын лагері толы біраз сөз айтып кетейін. Қызылжардың үлкен көшелерінің аралап отырып, бізді қаланың шетіндегі лагерге әкеліп қамады. Бізді қамаған қорасы ұқыпты, байдың мал қамайтын қорасынан нашар, жұқа тақтайдан қаластырылып шегелей салған, төбесін және жұқа тақтаймен босша басалған. Ұзын қора төбесін және іргесінің де кей жерлерінің тақтайларымен түсіп қалған, не аралары ашылып ырбиып қалған. Сол ашық жерлерінен қораға үлеп қар кіріп тұрады. Қораның лыпасы жоқ деді. Қарап тұрсаң, жел кірмейтін, желмен бірге қар кірмейтін жер жоқ. Лагері дегені қоғамдап салған 5-6 тақтай қора. Лагердің қорасын барақ дейді. Барақтың бір-екеуінде жаһангерлер соғысында тұтқын болған Австрия мен Германия әскері жатыр екен. Біреуінде Ақмола губерниясында Совет құлағанда тұтқын болған біздің қызыл әскер жатыр екен. Біздің сол өзіміздің қызыл әскерлердің үстіне әкеліп қамады. Бәріміз шұбатылып, топырлап бараққа кірдік. Бірақ әлгі айтқандай аңлау-саңлауларынан уілдеп желген бірге қар кіріп тұр. Барақтың орта кезінде сөре тәрізді 3-4 тақтай тұр. Жер едені қатқан тоң. Барақтың өзі даладай кең. Біз топырлап бараққа кіріп келгенімізде жыртылған сұр шекпендерін солбырайтып 10 шақты адам алдымыздан шықты. Бірінде адам тәрізді өң жоқ. Беттерінде бар денелеріне қармаққа шаншым ет қалмаған. Сүйектеріне терілері жабысып, кеуіп қалған. Қан жоқ. Көздері үңірейіп, ішіне кіріп тұз тәрізді қатып қалған. Тірі өлік тәрізді. Қимылдары түреп, ұйықтап жүрген есалаң адамдікіндей. Біз кіріп келгенімізде аз ғана аңырайып тұра қалсақ та тез жапырласып әлгі адамдармен сөйлесіп амандасып жөн сұрасып жатырмыз. Бұлардың іштерінде бір-екеуі біздің Ақмоладың күздігүні Қызылжарға айдалып кеткен 60 шамалы қызыл әскерінің жігіттері болып шықты. Біздің Ақмола тұтқын болған 70 шамалы қызыл әскерді күздігүні Қызылжарға айдап жіберген еді. Бұлардың біразын алып қалып, өңгесін босатып жіберген екен. Сол босатпай қалып қалғандарының көбі өліп қалыпты. Қазіргі тірі қалғанның бірі қызыл әскерінің үйретушісі болған Қалыпов екен. Тірі бір аяғына оқ тиген жігіт екен. Әрқайсысын бөлек-бөлек қамап алып сес сұрап жатырмыз. Бұлардың араларында 2 ноғай жігіті бар екен. Аттарын ұмыттым. Бірі Қызылжар қаласының ноғайы, бәрінен пысығы, бәрінің тыны сол. Сол сөзге содан қандық. Біраз сөз сұрап болған соң, таңырқап барақтың ілгеріне қарап тұрсақ, бір бұрышта бірдеме қыбырлайды. Жүрек мұздай болды. Қыбырлап жатқан адам. Жамылған жыртық шекпен, төсеніші, кір көйлек, төсегі тоң жер. Жүгірісіп келіп, ентелесіп, телміріп қарадық. Өлудің алдында жатқан біздің қызыл әскер кеуіп қалған сүйек пен тері ыңырсиды. Жалаң аяқ, башпайлары үсіп қатып, омырылып түсіп қалыпты. Тірі жүрген 10 шақтылары бұған жәрдем қылуға өздерінің шамалары жоқ. Жалғыз-ақ есін жақсы білетін әлгі айтқан қызылжарлық ноғай жігіт, бұл не, бұл қалай деп әлгі айтқан қызылжарлық жігіттен онан соң азырақ әлі бар Қалыповтан сұрадық.
Бұлардың сөздерін тыңдағанда біздің көргеніміз, біздің азабымыз үйреншікті істей ғана болып көрінді. Бұлардың көргендерін естігенде төбе шашы тік тұрады. Кімнің төбе шашы тік тұрмас? Кім лағнет айтпас? Кім жерге түкірмес? Бұларды құр қамап тастап сырттан күзетеді екен. Анда-санда бір шелек қайнамаған қара су мен қара нан әкеліп тастап кетеді екен. Киімдері жұқа жыртық болған соң, жатқан жерлері қарлы жел өлдеген барақ болған соң, азап шегіп бұлардың бәрі ит жемеде осылай қырылып таусылған екен. Әзір тірі жүргені сол біз көрген 10 шақты тірі өлік. Ана ыңырсып жатқан өліге жақындаған кезегі. Таянған тұтқын әкең. Бұларды көріп қайнаған зығырдан тағы да тулап қайнады. Кекті жүректің улы кегі ұласты. Өз-өзінен шақырылысып азу түс айқасты. Құшырланған құр жұдырық өз-өзінен түйілді. Әлгі тың жүрген ноғай жігіттерін біраз сөз білдік. Қызылжарда совет алғашқы құлаған кезде біздің жолдастардың қалай атылғандарын айтты. Қайсысыны қалай өлтіргенін айтты. Қызылжардың жарақтанған қазақ жұмыскерлерінің бастығы, уездік милицияның бастығы және Қызылжар советтің мүшесі Ысқақ Көбекұлы қалай өлтірілгенін айтты. Қызылжар советінің мүшесі Кәрім Сөтешұлының қалай өлтірілгенін, тағы да сол совет құлайтын қарсаңда біздің Ақмоладан Қызылжарға келген матрос Зиминнің қалай өлтіргенін айтты. Бұлардың әрқайсысын қалай атқанын бір кітап қылып жазуға болады. Етін жеп терісін алатын кейбір жануарды да адам баласы бұлардай қылмас. Бұлар туралы бірде толық қылынып жазылар. Бар азықтарымызды барақтағы сол 10 шақты тірі өліктерге бердік. Киімдерімізді де шығарып бердік. Тәп-тәуір болып киініп, өндеріне болмашы қан жүгіріп қалды. Азықтарымызды шығарып бере бастағанымызда әлгілердің үңірейіп, езеуреп асқа ұмтылғандарына жан қарап тұрарлық емес. Үңірейіп, іштеріне кіріп, мұз тәрізді қатып қалған көздері шараларынан шығып кете жаздады. Қалтыраған қолдарымен, қу сүйек тәрізді саусақтарымен берген нанды бүріп алды. Қатын қатып қалған жақтарын жалаңдатып ашады. Қалтылдап асығып нанды көмейлеріне тығады. Үңірейіп қатып қалған көздерін басқа жолдағы наннан айырып ала алмайды. Міне хал. Оқулымыз деген, сыпайымыз деген, адамгершілік бізде ғана бар деген мырзалардың адам баласына қылып жатқан істер осындай. Енді бізде барақтың тоң жер еденіне үйіліп жатырмыз. Есікті атаманның азаматтары күзетіп тұр. Түрлері жау түсіріп әкелген. Батырлардың түрлеріндей Қызылжар қаласында таянған кездегі Орынбор Уфа қаласының Қызылдар алды деген хабарды естігендегі емес. Атаманның азаматтары тағы да сескеніп қалыпты. Біз бір қос болып келе жатқан мен, Бәкен, Абдолла, Жұмабай, Баймағамбет бәріміздің әлгі аштарға берген соң азығымыз болмай қалды. Енді өзіміз аш қалдық. Қаладан азық алғызуға Абдолла етігінің өкшесіне тыққан 100 сом ақшасын алды. Ақшаны есік алдындағы күзетке тұрған менің жиеніме Жұмабай апарып берді. Жиен күзеттен босанған соң ақшаны алып қалаға кетті. Кешке шейін келмеді. Біз тыпыршып жиенді күтіп отырып келмеген соң жатып қалдық. Таң атты. Жұрт көрден тұрғандай қопарылып тұрысты. Біз ашпыз. Басқа жолдастардың астарынан барынша алыстық. Күн батуға таянғанда едіреңдеп атаман Аньковтың белгілерін тіккен киімдерін киіп атаманның солдаттары келді. Тез жиналып, терілдіп, төсектерімізді арқалатып, бізді айдап алып жөнелді.
Барақтағы тірі өліктермен тез қоштасып шұбатылып шықтық. Күн ызғырық суық. Шаңғытып жаяу борасын жүріп жатыр. Бізді қаланың ішіне кіргізбей жолсыз соқпақсыз тың қармен омбылатып айдап келеді. Беті қатқан кеудірлік қалың қармен келеміз. Кеудірлік қара кейде көтеріліп кейде гүмп етіп ойылады. Көрпе жастықтарымызды арқалап шұбатылып шот аяқтан малтығып келеміз. Жаяу борасын шаңғытып сырғанап алды. Артымызда орайды. Бізді вокзалға қарай алып келді. Олай-бұлай өткен адамдар аңырайып қарап өтеді. Кейбіреулері аңырайып жолды бөгеп қарап тұра қалады. Былай жүр, аулақ жүр деп атаманның азаматтары аңырайған жұрт тез жасқанып аулақ жөнелді. Жан-жағымызда алды-артымызда мылтықтармен даярлап ұстап атаманның батырлары келді. Вокзалдың алдында қатар-қатар шұбатылып жатқан жыландарша тармақ-тармақ темір жолдарға тұратын көп вагондарды аралатып айдап отырып малғамайтын бір-екі вагонның қасына келіп бізді тоқтатты. Арқалаған нәрселерімізді жерге қойып бәріміз иіріліп тұрдық. Конвойдың бастығының біреуі барып бір темір жол қызметкерін алып келді. Әлгі біз қасына келіп тұрған мал қамайтын екі вагонды ашты. Вагонның жан-жағына айналып көрді. Кәне енді кіріңдер мына вагондарға, деді. Екі бөлініп кіріңдер, деді. Бөлініп екі вагонға кірдік. Вагон суық, жұқа, саңылауларынан өліп жел кіреді. Вагонның ішінде көлденең ұстаған бос тақтайлар бар екен. Бәріміз соған мініп ұйлығып отырдық. Вагонның ортасында қалың темірден істеген пеш тұр. Терезе жоқ. Терезенің орнына темір қақпақша тесік бар екен. Оны бекіттіріп қойды. Вагонның есігін жапты. Сыртынан сылдырлатып темірмен бекітті. Вагонның жанына қарауыл қойып батырлардың өзгесі кетті. Қараңғы вагонда ұйлығып жай сөйлесіп біз отырдық. Біраз уақыт өткен соң вагонның есігін ашты. Күн кеш болған екен. Есік ашқан атаманның солдаттары екен. Мә, мына нанды алыңдар деп екі бөлек нан берді. Екінші вагонға да екі бөлек нан берді. Вагон басынан бір кісі шығыңдар, қайнаған су алуға, деді. Екі вагоннан екі кісі шықты. Нан әкелген солдаттар қайнаған су алуға екі темір шелек әкелген, екі шелектерінің біздің вагоннан түскен екі кісіге берді. 4 солдаттың біреуі он соң біліп қойыңдар. Егерде біреуін қашамын деп ойласаңдар, сол табан жерде атыласыңдар, дейді. Конвойлар біздің екі кісіні су әкелуге айдап жөнелді. Есікті жауып қойды. Бір жолдас майшамның тұқылын жақты. Тез су әкелді. Вагонды ашып суды берді. Шелекті вагонға тұрғандарға беріп, су әкелген жолдас секіріп вагонға мінді. Вагонның басқышы жоқтықтан секіріп мінеді. Вагонның қайта есігін бекітті. Сықсиған тұқылдың жарығымен шай іштік. Шай ішіп аз жылынып, біраз әңгімелесіп отырдық. Вагон суық, саңылаулардан өлеп мұздай ызғарлы суық жел кіреді. Біздің денемізбен вагонның темір шелектеріне аппақ қырау тұрды. Вагонға мінген соң жұрттың ойы күштірек қозғалған тәрізді. Ылғи бір орында еріксіз көп отырған адам не қылғанда да жүруге құмар болады. 1918 жылдың маусымының бастан 1919 жылдың қаңтарының 5-іне дейін шейін Ақмола түрмесінде отырдық. 7 ай қапаста. Оның 2 айында қол аяғымызда қандала темір шынжыр болды. 2 айдай күн сайын өлім күтіп отырдық. 7 айда күн сайын төрелердің қорлығын, әрбір қылыш мылтық асынған батырдың кәрін көріп отырдық. Ақырында 1919 жылдың қаңтарының 5-інде Қызылжарға айдап жөнелді. Ақпан мен қаңтар, қызыл шұнақ аяз. Қызылжар мен Ақмоланың арасы 500 шақырым. Міне осының тең жартысын әркім жаяу жүрді. Мен оның қақ жартысынан да көбін жаяу жүрдім. Бірақ жолдастарының бәрі де
жүргенге ырза. Не де болса жүргенге ырза. Жолдастардың көбі не болса да бір ақ көргенін жақсысы көреді. Ақмола мен Қызылжар жолында 13 күн жүрдік. Қызылжардың лагеріне келіп кірдік. Міне вагонға келіп қамалып отырмыз. Суық қараңғы вагон енді қайда апарады? Енді нелерді көреміз? Бұл азаптың бітетін күні қашан туады? Ондай күн? Ондай күнді кім көреді? Кім көрмейді? Бізді омбыға апармақ. Омбыда сот болады дейді. Қандай сот? Бірақ болсын, тез болсын. Жұрт тар вагонда көлденең ұстаған тақтайға төсектерін салып жатты. Түн ішінде біздің вагондарымызды қозғады. Елсілі-қарсы сүйреп, біресе олай апарып қойып, біресе былай апарып қойып, біраз уақытта өткізді. 7-8 айдан бері даң-дүңді ұмытқан құлаққа вокзалдың, отарбаның, темір жолдың шуы тарсылы, самбырласып сөйлесіп айқайласқан адамдардың дауыстары, отарбаның жер жақтарған ысқырығы, кондукторлардың ысқырықтары, солардың ишарат дауыстары бәрі біртүрлі жат болып естіледі. Бөтен дүние, сырттан барлық шу, тарсыл дауыс бәрі бір дүниенің белгісі. Қараңғы, суық вагонның ішінде біз басқа дүниенің жайы. Көп уақыттан соң бізді бір сүйреп алып кеткен бойымен алып кетті. Қараңғы түнде жан қақ жарып шұбалған жалды қара айғыр дүрсілдетіп, ысылдап, танауынан дем алып, бізді сүйреп алып жөнелді. Қайда апарады? Кімге апарады? Неге апарады? Апар, тезірек апар. Омбының вокзалына әкеліп тоқтатып, бізді 2 вагонды темір жолдың бір қалтасында итеріп апарып қойды. Вагонның саңылауынан сыздықтап ішіне сәуле кіреді. Жарық таңды, алтын күнді Қызылжардан шыққалы көргеніміз жоқ. Қараңғы вагонның кішкене саңылауларынан кірген нәзік сәулелер вагонның ішіне күңгірт ала сәуле қылады. Бір бәкімен ептеп вагонның саңылауынан шұқып, тақтайларын жонып, азырақ кеңіттік. Сыздықтап кірген алтын сымдай нәзік сәуле көрініп, айқын болмаса да бір-бірімізді көріп отыратын болдық. Және ала сәулеге көз үйренді. Вагонға кірген соң аштық бізге де шындап сезіле бастады. Күзетші қарауылдарына өтініп қайнаған су сұрадық. Күзетші қарауыл солдаттар біздің вагондарымызға тіркеулі бөлек вагонда болды. 2 солдат бізді 2 кісіні су әкелуге алып жөнелді. Темір пешке жағатын отын сұрап алдық. Пешке от жақтық. Суық вагонның іші жылыды. Әсіресе пешке таяу жерде адам отыра алмайтын болды. Темір мен пеш қызыл болып маңайын ысытты. Қатып тоңып отырған аш тұтқындар жылынып, кенеліп біраз жадырағандай болды. Қайнаған су келді. Қарауыл солдаттар өлшеп беретін нан әкеліп берді. Беретін наны Қызылжардан шығып вагонға мінген соң тіпті азая бастады. Бұрын нанды күнде бір мезгіл өлшеп беретін еді. Енді 2 күнде біреуге айналды. Қып-қызыл болып қызыған пештің айналасында қыздырынып қайнаған су ішіп берген азғана нанды жеп отырмыз. Вагонның саңылауларынан кірген қырулар еріп су болып ағады. Вагонның кей жеріндегі темірлерге аппақ қырау тұрады. Пештің қызуы көбірек барған маңайдың темірлеріне тұрған қыраулар еріп сулары жылып төмен ағады. Тыс қатты аяз, Сібірдің кәдімгі штырлақ аязы. Тыстағы қардың шақырлаған дауысы көп жерден естіледі. Темір жол мен вагондардың дөңгелектері де көш жерден шықырлайды. Вокзал маңында жүрген паровоздардың ақырған дауыстары штырлаған аязды қаға жарады. Кешке жақын тағы да су сұрадық. 2 қарауыл рұқсатымен сатуға бір уақыт түймек нәрселерімізді жібердік. Тапсырған нәрселеріміздің нан, темекі, қағаз, конверт, марка бәрін алып келді. Және артық ақша да алып келді. Вагонға қарауыл солдаттарының үлкендері кірді. Хал жағдайымызды білген болып түрегеп тұр. Ақмоладан бізді алып келген жүз таныстар
Бұлар әрқайсымыздың тәуір киімдерімізді сұрап жүретін. Мәселен, тәуір етік, тәуір тынақ, тәуір бешпент тәрізді нәрселерге қызығатын, кейбіреулерімізден алған, кейбіреулеріміз омбыға келген соң бермек болып, енді сол сұрап жүрген нәрселерін сұрады. Алған әр киімнің орнына киім бермек. Сұраған нәрселерін бердік. Менің басымдағы жаңа түлкі тымағымды алды. Маған бір тоқыған ағылшын әскері формдымлау құлашын берді. Енді менің киімім баста ағылшын солдатының құлақшыны, үсте қазақтың күпісі. Оның ішіне қазақтың іші күзен, сырты тібен шүберек бешпенті, оның ішінде семинарияның сары түймелі қара шұға бешпенті, бұтта ескілеу қазақтың қара қой тері шалбары, оның ішінде орысша шалбар, аяқта қазақша етік. Енді қалай? Бізді не қылатын болды дедік. Сіздерді не қылар дейсіз? Комиссия тексеріп босатып қоя берер деді. Бізді енді түрмеге апара ма? Қайтеді дедік. Білмеймін, енді қайта апарса да тез тексереді ғой деді. Енді қайда апарса да тез тексерсе екен, мына вагонның ішінде отыруға тіпті мүмкін емес көрінеді дедік. Қарауылдың бастықтары көңіл қылған киімдерін алған соң көңілденіп, қайтер дейсіздер, мұның бәрі де өтеді кетер, революцияда не болмайды десті. Біраз тұрып есікті бекітіп кетті. Омбыдағы достарға, таныстарға хат жазбақ болдық. Жұмабай Омбыда оқып жүрген бір жақын ағайынына жазбақ. Абдолла, Бәкен мен Жұмабай бәріміздің атымыздан Омбыдан оқып жүрген жанабайларға жазбақпыз. Және мен Омбыдағы Мұқан Әйтпенұлының үйіне хат жазбақпын. Орыс жолдастарды әркімге, әр жерге хат жазбақ. Қасымыздағы екінші вагондағы жолдастардың не қылып жатқанын білмейміз. Олармен анда-санда екі вагонның есігін ашқанда ғана қапыл-құпыл сөйлесіп қаламыз. Ал енді жолдастар жазған хаттарды қалай саламыз деді Трофимов. Тағы да су алуға барғанда жолшыбай конвой солдаттан сұрап жәшікке салып жіберсе бола ма десті. Конвой солдаттар өйтуге көне ме деді кейбір жолдастар. Көпшілік не көнер десті. Және су әкелген және нәрселерді апарып сатып, нан, қағаз, темекі конвой әкелген біздің вагоннан Катченко еді. Катченко тұрып, жолдастар, мен бір сөз айтайын деді. Немене дестік. Катченко, жаңа біз әлгі жүзікті су алатын жердің бергі қасындағы бір дүкенге саттық. Дүкенші бір әйел екен. Кімсіңдер деп сұрап еді, жөнімізді айттық. Біздің кім екенімізді білген соң бір түрлі болды. Жүзіктеріңді алмаймын, керек нәрселеріңді темекі берем деді. Біз болмай жүзіктерді бердік. Сонсоң әлгі ақшамен керекті нәрселерімізді берді. Мен нәрселерді алып жатып, ақырын газет сұрадым. Қазір жоқ, даяр қылып қояйын, тағы да келіңдер деді. Қазір енді кеш батты. Ертеңгі шейін су керек деп қарауылдан сұрап суға барайық. Барарда хаттарды да салайық, әлгі әйелден газетті де әкелейік деді. Бәріміз де әлгі әйелдің ісіне өте риза болып қалдық. Тіпті жақсы болды. Жарайды, тағы да Катченко барсын дедік. Шафран деген жолдас тұрып, несі бар, суды қазір-ақ сұрайық, мен есік қағайын деп вагонның есігін қақты. Қарауыл солдат не керек деді. Шафран жайын айтып су сұрады. Қарауыл солдат жарайды, айтайын деді. Біраздан соң қарауыл солдаттар суға барайық. Барарда хаттарды да салайық. Әлгі әйелден газетті де әкелейік деді. Бәріміз де әлгі әйелдің ісіне өте риза болдық. Солдаттар вагонның есігін ашып, біздің вагонның екі кісісін, бірі Катченко, екіншісі вагоннан және бір кісіні су әкелуге алып жөнелді. Өзі ала сәуле вагон кешеже батқан соң тіпті қараңғы болды. Күңкілдесіп отырмыз. Вокзалдың түсірілген
күңірлеген дауыстары, паровоздың ақырған иінтіккен дыбыстары мен жерді солқылдатқандай түсірлері естіледі. Бірден саран адамның дауыстары естіледі. Қысқасы, тыста жүріп жатқан тіршілік белгісі сезіледі. Банағы от жаққанда қып-қызыл болып қызған пеш тез суыды. Пешпен бірге тез вагонда суынды. Құраулары еріген темірлердің аққан сулары мұз болып көбейіп, қырауларын қайтадан қатты. Уілдеген суықпен сәуле кіріп тұрған саңлауға да шоқырланып қырауларын мұз қатты. Вагонның іші бұрынғысынан да жаман суыды. Жолдастар қалжырап жүдеген, бұрынғы жүдеген үстіне мына вагонның ызғары батайын деді. Бізді енді қайтетін ешкім де білмейді. Бәріміз де әртүрлі болжау айтамыз. Біздің вагонда отырған жолдастар Катченко, Шафран, Авдеев, Кондратьева, Монин, Павлов, Дризге, Кременский, оның күйеу баласы Юрашевич, Богомолов, Трофимов, Мартиллого және Монин, Петракеев пен Абдолла, Бәкен, Жұмабай, Ананченко, Котов, ал өзге 20 шақты кісі екінші вагонда. Аздан соң су әкелуге кеткен Катченколар келді. Вагонды бекітісімен хаттар салынды ма, газет бар ма деп жапырластық. Катченко күліп, бәрі де болды. Хатта жіберілді, газет міне деп қалтасындағы махорка темекі ораған газетті суырып алды. Кім оқиды? Кім оқиды? Иван Павлович оқысын. Иван Павлович оқысын дестік. Тұқыл шамды жақтық. Иван Павлович адвокат. Трофимов есерлердің солы газетті оқыды. Бәріміз жұмылып тыңдап отырмыз. Газет омбыда шығаратын Колчактың газеті. Әрине Колчак газеті қандай болатынын көрмеген кісі де білуге тиіс. Большевик жауыз жойт. Бұзықтар Россияны бүлдіріп жатыр. Большевиктер тұрған қалаларда большевиктердің өздерінен басқа жан жоқ. Бәрін құртқан дейді. Соғыс майдандағы біздің пәлен полк қызылдарды Стерлитамак аудандағы пәлен жерден кейін қуып тастады дейді. Осы қыстың өтуіне шейін ғана большевиктердің өмірі бар дейді. Совдепияның қазір жан-жақты қамаулы, күн сайын темір құрсау Совдепияны қырсуда. Енді бұл жазудардың құтылатын жері жоқ дейді. Рейтер агенттігінің алған телеграммасынан Петерборды жандарал Юденич алды деген қуанышты хабар келді. Қысқасы, осы тәрізді қуаныш хабарлар көп, бірақ оны қуаныш емес, тек хабарлар бар. Соғыстың тәсілі үшін біздің әскер Уфа қаласының қалдырып кетті дейді. Және біздің әскер Орынбор қаласын қайтадан қамап алды дейді. Көп хабары естіп, жұртпен кіргендей болып тіріліп қалды. Әркім әртүрлі болжау айтып, әңгіме көбейді. Уфа мен Орынбордың алдыңғылы енді газеттен біліп, жолдастар жап-жақсы көңілденіп қалды. Тағы да пешті жағып, пештің жарығымен әлгі газетті әрқайсымыз қайта-қайта оқып, көп уақытқа шейін әңгімелесіп отырдық. Біз қамалып отырмыз. Вокзал отарба тынбастан өз бетімен жүріп жатты. Түн ортасы болды. Бүрісіп, оранып, ұйықтап қалдық. Өлі нәрсе салып бекіткен үлкен жәшік тәрізді қараңғы вагон жым-жырт болды. Таң атты. Қараңғы вагон ала сәуле болды. Біздің тәңіріміз ала сәуле. Вагонның саңлауларынан уілдеп ызғарлы суық кіреді. Саңлаулардың бәрі аппақ қырау. Кейбір ірге таяу жатқан жолдастардың іргеге мұз болып киімдері қатып қалыпты. Тыстан ызғарлы суықтың шықырлаған дауысы естіледі. Вагон аяз. Тұрып тықырлап отырдық. От жағуға отын жоқ. Көптен соң вагонның есігін ашып, күндегідей күзетуші солдаттар бізді түгендеуге кірді. Солдаттардың көбі бөтен. Бізді Ақмоладан
десеңіздер, Ақмоладан алып келген батырлардан басқа түсі солдаттар бастықтарды да жаңа вагон сыйғанынша кіріп кірмеген есікке жабысып бәрі бізге едірейсіп қарайды. Біздің кісілер де жат қонақтарға үрпиісіп қарайды. Бұрынғы ескі қарауылдарымыз бастығы санап пәлен кісі деп жаңа солдаттардың бастығын айтты. Анау өзі де бізді санап қағазына жазып алды. Сөйтіп бәрі біздің екінші вагонға барды. Қайтер екен деп отырмыз. Ол вагоннан шығып бәрі күзетші солдаттар жататын қасымыздағы тіркеулі вагонға барды. Біз вагондарымыздың саңылауларынан сығалап тұрмыз. Көп кешікпей бұрынғы солдаттар кетті. Жаңа солдаттар қалды. Біраздан соң жаңа қарауыл екі вагонды да ашты. Тысқа шығарып кіргізді. Күндегідей тез шала-пұла жуындық. Қайнаған су әкелуге сұрандық. Екі вагоннан 4 кісі қайнаған сумен нан әкелуге кетті. Солдаттармен ептеп сөз қатыстық. Көбі оқудағы балалардай, ылғи жас жігіт. Бұлардың да киім формалары бұрынғы қарауыл солдаттарының формаларындай. Бұлар да атаман Анненков отрядының солдаттары екен. Көбі отрядқа өзі тіленіп кірген оқудағы балалар екен. Бұлардың иі бұрынғыларынан жұмсағырақ көрінеді. Бізді Ақмоладан алып келген бұрынғы солдаттар енді күзетке келе ме дедік. Жоқ, олар енді келмейді, енді біз келіп тұрамыз. 3-4 кезекпіз деді. Сөйтіп мұзды вагонды бір-бірлеп күн өте берді. Нанды өте аз қылып 2 күн бір береді. Кісі басына бір қадақтан артық келмейді. Жұрт үңірейсіп қалжырай бастады. Ыңғайлы нәрселерімізді, ыңғайлы киімдерімізді сатып жатырмыз. Ақшасына нан аламыз. Нанды қылдай қылып жолдастар бөліп жейді. Солдаттардан отын сұрап алып вагонға енгізіп қойып жағып отырамыз. Қатқан қырауы мұздар ери-ери су көл болып ағып вагонның астын жайылды. Көл болып қатып қалады. Қатқан мұздың үстіне пеш жаққан сайын жоғарыдан еріп ағып су болып ол да қатады. Сөйтіп вагонның астының мұзы қалыңдай береді. Енді еріп жатқан мұздың суы ағызуға вагон астының 1-2 жерін ептеп тесіп қойдық. Тыста тұруға тоңып күндіз кей кезде күзетке тұрған солдаттар вагонның ішіне кіріп отыратын болды. Біздің өтінуіміз бойынша вагонның есігін азырақ ашып вагонға жарық кіргізетін болдық. Көбінесе ептеп саяси жағынан сөз қозғап отырамыз. Бір күні күзетке вагонның ішіне кіріп отырған жас солдатпен сөйлестім. Россияда қазір қандай үкімет болып отыр дедім. Большевиктен тазаланған жерлердің бәрінде халық үкіметі деді. Большевиктер қай жерде дедім. Россияда деді. Халық үкіметі болғанда қазір немене республика ма дедім. Қазір уақытша үкімет деді. Адмирал Колчак емес пе дедім. Иә, Колчак ең жоғарғы билеуші, бірақ ол да уақытша билеуші. Қашан большевиктерді кетіріп болған соң күллі Россияның ұлт кеңесі шақырылады. Қандай үкімет болатын сол кеңесте белгіленеді деді. Едәуір әңгімелестім. Өзі омбының орта дәрежелі ауыл шаруашылық школасында оқып жүрген бала екен. Анненков отрядына өз тілеген тіленіп кірген екен. Қалай деп ойлайсыз, республика жақсы ма, жоқ па, патша үкіметі жақсы ма дедім. Әрине республика жақсы деді. Қазір мына адмирал Колчак жоғарғы билеуші болып отыр. Жалғыз өз әміріне ғана жүргізеді. Ал барлық Россияны бір қаратып алғанда Россияда қандай үкімет болады дейсіз дедім. Онда шақырылатын ұлт кеңесінің дегенімен үкімет қайда құралады ғой деді. Сонда қандай үкімет құралады деп ойлайсыз дедім. Ұлт кеңесінің демегенін болады ғой. Қандай үкіметті керек қылса сонда үкімет болады да деді. Сіз жаңа большевикті жоқ жердің бәрінде халық үкіметі болды дегеніңіз бір ақ кісінің әмірімен жүріп отырған үкімет халық үкіметі болды ма дедім. Болмаса да түбінде болады ғой деді. Түбінде қалай болады дедім. Ұлт кеңесі арқылы халық өзіне қандай үкімет керек екенін айтпай ма деді. Ұлт кеңесі халық дегенін айтпайды. Өйткені ұлт кеңесіне ылғи адмирал, жандарал, үлкен офицерлер, дворян және үлкен
оқығандар байлар барады. Олар қалың бұқара халықтың тілегін орындамайды. Оларға қалың халықты осы қалпында жүргені пайдалы ғой дедім. Тыңдап отырған кейбір жолдастар маған қарап не қыласың дегендей ақырын бастарын шайқап ымға қақты. Солдат едәуір ойда қалғандай болып, неге халық тілегенін орындамайтын кісілерін жіберер дейді. Үкімет бірақ кісінің әмірінде тұрғанда халық өзінің тілегін орындайтын адамын жібере алмайды дедім. Солай 6-7 күн өтті. Бір күні тысқа біреу күзетші солдатпен сөйлескендей болды. Тыңдай қалдық. Саңылаудан сығаладық. Бір қазақ жігіт есікпен төрдей тұрып күзетшіге солдатпен сөйлесіп тұрып екен. Солдат вагонның есігін сырғытып азырақ ашты. Менімен 2-3 кісі басымызды шығарып қарадық. Бізбен қазақ жігіті амандасты. Үстінде жөндеу орысша пальто, басында қоян терісінен істелген ұзын құлақты ақ құлақшын. Аққұба жігіт. Сіздер Ақмоладан келген жігіттерсіздер бе? Жігіттерсіздер бе? Ме деп екеніңіз деді. Иә. Сіз кімсіз? Дедік. Мен Жұмабай Нұркиннің туысы едім. Ол кісі қайда? Деді. Вагонда отырған Жұмабай атып түрегеліп, есіктен басын шығарып, туысымен шұрқырасып амандасты. Бұл жігіт әнеугі күні омбыда келген күннің ертеңінде Жұмабайды хат жазған, омбыда оқып жүрген туысы Құрманғали Тұяқұлы екен. Хал жайды бірлесіп, жігіт біраз тұрып тағы да ертең келмекке болып кетіп қалды. Біреуіміздің болса да туысқандарымызды көрген соң бәріміз де қуанысып қалдық. Ертең келіп біздің тапсыруымызбен бір шәйнек 4 қаңылтыр шұңқыр әкеп берді. Біраз сөйлесіп, біраз хабар алдық. Соғыс майдан жағынан айтқаны хабары өзіміздің ептеп газет оқып біліп жүрген хабарымыздай. Уфаны, Орынборды әлдеқашан алған дейді. Жай сөз сөйлеген кісі құсап тұрып айтты. Күзетші солдат жуас және қазақша сөзді білмейді. Және желтоқсан айында омбыда большевик эсер меньшевиктердің бірігіп Колчакқа қарсы жасаған көтерілісін айтты. Еркін болмай қалды. Қызық болатын еді. Есерлерден болды. Әйтпесе іс болуға кәдік еді. Қамаудағылардың бәрін босатып шығарып жіберген түнде ең алдымен сонда барыпты. Бірақ көбін қайтадан ұстап алды. Шаймерден Әлжанұлы мен Көлбай Тоғысұлында абақтыдан көппен бірге сол түні шығарып қоя берген екен. Олар да осы омбыдағы күндеді молданікіндей бір күн тығылып жатқан ертеңінде елге шығып кеткен екен. Оны мұндағы Алашорданың кісілері біліп қалып, соңынан 2 күннен соң қуып барып, осы жердің 2 күндік жердегі бір қазақ ауылында отырғандарында ұстап әкелген. Тоғысұлы өлді. Кесінші құрметті көрермендер, музыканы қосуымды кеттім. Шаймерденнен ештеңе білмеймін деді. Жа, бұда көп хабар. Уашірген Алашорда Колчакқа 2 қасқырды ұстап әкеп беріп, шапан киген екен ғой. Ұстап әкелушілер Алаштың қандай азаматтары дедік. Ұстауға қуып барғаның бірі біздің Торсанның қазиы деді. Қази Торсанұлы деген біздің Жұмабайдың ағайыны. Ағайыны. Торсан деген Қызылжар өзінің жалмауызы. 25 жыл болыс болған Николайдың өзінен мақтап алған көкжал. Енді оның баласы Қази Ақмоланың облыстық Алашорда комитетінің мүшесі, губерниядағы Алашорданың кейбір азаматтарымен қырын қабақ болып, бір уақытта Көлбай Тоғысұлымен бірге, Шаймерден Әлжанұлымен бірге 300 партиясының жасасқан, соңынан кешікпей қызуы басылып, өзінің ата жолына түсіп, қайтадан Алаш азаматтары Колчактың түрмесімен қашқан 2 қазақты іздеп қуып ұстап әкеп Колчактың қолына беріпті. Түрмеден түнде барып барлық тұтқынды босатушы большевик пен эсерлер босанып қашқандарды ұстап әкеліп беруші Алаштың азаматтары пәлі шіркіндер. Бұдан кейін тағы сұрастырып, бұл оқиға туралы әбден анығын жеттік. Былай болыпты. 1918 жылдың желтоқсан айында
Колчактың ісі әбден басынан асып кеткен соң омбыдағы жасырын большевиктердің комитеті көтеріліс жасамақ болды. Колчактың мұжықтан жиналған әскерінің біразы большевиктерге қосылмақ болды. Эсерлер әуелі Колчакпен тілектес болса да, соңынан Колчак эсерлердің өзі бастықтарын қуалап атып, қамап, үндерін шығартпаған соң Колчакқа олар да жау болады. Енді сол желтоқсанда жасалған большевиктердің көтерілісіне эсерлер де қосылады. Қаланы түнде алу планы жасалды. План бойынша түпкі мақсат вокзалда болатын болды. Түнде бір бөлек отряд түрмені барып алып, ішіндегі тұтқындарды босатпақ болады. Және сол сағатта бір бөлек отряд телефонның орталық станциясына алмақ болады. Қаланың ортасындағы казак-орыстың атты полкін алмақ болды. Лагердегі мадияр қызыл әскер Австрия-Германия тұтқындарының босатпақ болды. Сөйтіп біреуді біреумен хабарластырмай бір түнде Колчакты алмақ болды. 22 желтоқсанда түнде деп іске кіріседі. Большевик отряды келіп түрмені алып тұтқындарды босатады. Казак-орысы атты полкін алады. Ол екі арада эсерлердің осалдығынан телефонның орталық станциясы алынбай қалады. Сол екі арада Колчак тыңшылары арқылы тез хабарланып большевик бастықтарын қалыптасты тұтқынға алады. Большевик отрядының біразы бетімен қимылдай береді. Кейбір отряд штабтан бұйрық болмаған соң тек жиналып отырады. Хабарсыз қалады. Бұлардың ішінде Жанайдар Сәдуақасұлы мен Әділұлы болады. Олар өйтіп отырғанда атыс болып қалады. Колчак қалың әскері түн ішінде тік тұрар. Атамандар, офицерлер, жандарм қалшылдап, қылыштарын асынып, сенімді солдаттарын ертіп шығарды. Түн ішінде ерсілі қарсылы атысады. Қала үрпиеді. Кімнің болса да жүрек лүпілдейді. Большевиктер үркейді. Ғана темір жолдың жұмыскерлерінің көбі большевиктерге жағанды. Бірақ өйткенімен де үркердей. Қару-жарағы аз ғана отряд Колчактың өне бойы қару-жараға асынған. Қаланың әскерінің қалай өтіп бере алсын, большевиктер жылжып, атысып вокзалға барады. Вокзал жатқан шен тұрып алысады. Таң атқанша атысады. Оған жылжып вокзалға таяу Кульюмзино станциясында көп. Тегіз мұғалым түгіндіріп біз өзімізді видеомызды қытаймыз. Ерлермен жасыңыздар, ссылкасы бес сайысты. Біз келесі